Саламатсыздар ма? Мен Әлібек Жанкелдин атындағы жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушысы Телеқос Нұрай боламын. Жалпы тақырыбы менің отаным Қазақстан, өлкетану блогы, ең керемет туристік өлке номинациясы бойынша сіздерге жобамды ұсынамын. Тақырыбы Қызан туристік өлкесі. Бұл Маңғыстау облысының әкімшілік аумақтық бөлініс картасы 5 ауданға бөлінеді. Бұл Бейнеу ауданы, Түпқараған ауданы, Маңғыстау ауданы, Мұнайлы ауданы және Қарақия ауданы. Қызан ауылының тарихы: Қызан Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданындағы ауыл, Қызан ауылдық округ орталығы. Қызан Бозашы түбегіндегі ең құдықтары көп, тұщы су мол жер болған. Суын Адайдың жарысы мен жеменей ортақ пайдаланған. Қазіргі Қызан ауылының іргесі 30 жылдардың бас кезіне ауыл шаруашылығын ұжымдастыру байланысты қаланды. 1973 жылға дейін жармыш ұжымшарының 1973 жылдан осы ұжымшар кезінде ұйымдасқан Ашмырау Қаракөл қойын өсіретін кеңшардың орталығы болды. 1997 жылдан кеңшар негізінде шаруа қожалықтары құрылды. Халық саны: Қызан ауылының топонимикасы. Қызан ауылы атауын шығу тарихында негізінде 2 нұсқа бар. Бірінші нұсқасы ауыл ақсақалдарының айтуынша Қызажы әулиенің атына негізделіп қойылған. Екінші нұсқа бұл бұрында Қазан атауын алған. Қазан атауы бұл орталық деген мағынаны білдіреді, ал қазір Қызан болып айтылып кеткен. Қазір халық саны 1999 жылы 1976 адам, оның 1019 ер адам және 957-сі әйел адам. 2003 жылы 1900 адам болған, 2009 жылы 1997 адам, оның 1035 ер адам және 2014 жылы 2087 адам болған, 2019 жылы 2002 адам болған. Бұл Қызан ауылының картасы. Аудан орталығы Шетпе ауылынан солтүстік шығысқа қарай 110 километрде орналасқан, Бозашы түбегінің шығыс жағында. Бұл Қызан ауыл территориясының картасы. Қызан ауылының көрнекті орындары: бұл ауыл әкімшілігі 1994 жылы құрылды. Бірінші әкім Қуанбай Аралбай болды. Қазіргі таңда Сүлеймен Қонай. Әлібек Жанкелдин атындағы бастауыш мектеп және ауылдың орта мектебі 1974 жылы құрылды. Жұмаханова Бақыт, бүгінде Бесенов Бердіқожа және ауыл саябағы. Мәдениет үйі 1986 жылы құрылды. Мұнда драма ұжымы, Жауқазын би ұжымы, үгіт бригадасы бар. Мәдениет үйінің директоры Танашев Анар. Бұл балауса балабақшасы 2009 жылы құрылды. 80 бала топ-топқа бөлінеді. Қызан ауылдық ауруханасы 2015 жылы іргесі қаланды. Қызан спорт кешені 2018 жылы ашылды. Қызан метеорология станциясы 2016 жылы іске қосылды. Қызан метеорология станциясы тұрақ метеорология бақылауда арналған мекеме. Қызан ауылының шаруашылығы: 7350 бас қой ешкі және 50 бас сиыр, 1575 бас түйе, 3050 бас жылқы өсіріледі. Қызан ауылының флорасы мен фаунасы: сорқаңбақ және Ярослав сүттігіне итсегек, жусан. Сорқаңбақ бұл абатуар тұқымдасы сораң туысына жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Ярослав сүттігені тұқымдасына жататын өсімдік. Қазақстанда 60 түрдің ішіндегі ең ерекше сирек кездесетін түрі. Жусан австралиядағы тұқымдасына жататын көп жылдық, кейде 1 не 2 жылдық шөптесін өсімдіктер тегі, көбіне шала бұтақ. Итсегек алабұтуар тұқымдасы бұйырған туысына жататын 1 жылдық шала бұтақ.